эпилепсия кешегі көрген көрінісіміз эпилепсия емес әпке. Эпилепсиялық өзгерістері бар шығар. Эгіда көрсетеді, аздап үзілісте перерив болады. Но эпилепсияны сіз бұрын көргенсіз ғой, ол басқаша көріністе болады. Ал мынау ступор қатып қалады. Кататониялық деген, как будто подушка, поза подушка дейді. Яғни басында жастығы жоқ, бірақ осылай тұра береді. Как будто басында жастығы бар сияқты, иә? Демек, бұл біздің айтып атқан негізгі диагнозымыздың бір түрі. Яғни шизофренияның кататониялық түрі. Болды. Мен енді халыққа оның бәрін айта берудің қажет жоқ қой. Өйткені бұл біздің мәселені біз шешуіміз керек. Но кешегі нәрсені бүкіл эпилепсия қайдан келді деп сізді қаралап жатыр. Мен сондықтан оны айтқым келіп тұр. Сіз маман емессіз, бұл эпилепсия емес, мүмкін қателесуіңіз мүмкін. Бірақ бұл кататония основной негізгі диагноздың бір түрі. Алдын алу үшін не істеу керек? Дәрілерін нақты ішіп жүретін болса, мен осыны түсіндіріп жатсам, қазір ұрысып кеттік та. Қазір Санжар мырза, дәрілердің несі бар ғой сізде, қандай дәрі ішу керек? Я мен рецептмен алып келдім қазір. Менде қолымда рецепт бар. Берем, мен сол үшін. Қандай дәрі? Міне. Қашан іштің? Ақтар, ішкене ақтар, сіздің ішкене саты. 25 миллиграмм ақ болады, сарысы, ана нейролепсия болмас үшін береміз. Алматыда Кенжегүл берді ма? Мен тағайындап отырып, оны Астанадан кейде жоқ болып қалғанда Астанадан алдырып бердім. Осыны білесің ғой. Ол дәрінің аты қандай? Мен сізге жазып, сумкамда рецептпен келді. Мен екеуін білем оны. Мен ойладым, сіз бәрін мен бұрын бұдан да қиын пациенттермен қайтадан енді өтіп жатырмыз ғой, соны врачтармен сөйлесіп. Болайыншы, жарайды, әпке, сіз дұрыссыз. Сол кезде сұрадым, сіз айттыңыз, бұдан да ауыр пациенттер бар дедіңіз. Сосын мен ойладым, сіздерде психиатр бар ма деп едім, әр ай сайын келіп тексеріп тұрады дедіңіз. Енді бір психиатр келген болса, мына пациентті көріп, мына дәріні ішіп жүріңіз әпке деп айтпады ма сонда? Басын түсіріңіз деді, психиатр келген жоқ емес. Үйге келіп қарайды біздің Жамбыл Жоқ, облысына. алып келген екен, иә? Келді. Алып келгеннен келді. Сонан кейін басына нені жасау керек? МРТ түсіріңіз деді. Сосын жаңа мына не еді? Эгі осыны оны түсірдік. Сонан кейін өкпесін, қанын, соның көпшік бәрін түсірдік. Қан деген ол второстепенный, не главный. Главный, хорошо, исключить ету үшін МРТ жасалады, яғни травмадан келіп шыққан ба, әлде тұқымнан келген ба? Біз білеміз, мен лично тұқымнан келгенін білемін бұны. Өйткені өзіңіз де айтып отырсыз, умственный отсталость у мамы деп, мамасында болған. Демек, ол әкесінде де болған. Негізінде. Осы екеуінен келіп шыққан дүние. Жарайды, оларды қараламаймыз, кеткен адамдар. Но, по факту, бұл диагноз, оны мәңгілік жойып жіберуге ешкімнің құдіреті жеткен жоқ. Сондықтан да оны болдырмаудың бірден бір амалы дәрі-дәрмекті дер кезінде схема бойынша беріп отырсаңыз, сізде